Сәлем достар, бүгін біз дәрумендерге өте бай, гемоглобинді көтеретін үй жағдайында салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 қызылша қайнатылған алма, көкөніс, қаймақ қажет болады. Егер сіз қаймақты ұнатпасаңыз, қаймақ қоспасаңыз да болады. Бұл салат өте пайдалы, балаларыңызға да, өзіңізге де көктем мезгілінде жесеңіздер, ағзаға өте пайдалы. Қан құрамындағы гемоглобинді көтереді. Барлығын осылай кубик тәріздес қылып, турап алып, қаймақ қосып араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып алып, үстіне азын-аулақ жаңғақ сепсеңіз де болады, сәнді үшін. Астарыңыз дәмді болсын.